жалғыз дауысты өзі басында қалып кеткен жағдайда қысқарған сөздер, адамның аты, сөйтіп Байтұрсынұлы десек те ол тасымалданбайды. Сосын мына жерде қайсысы тасымалданбайтын? Қария сосын ара дейтін сөз. Аны міне қараны міне бөлек. Қария деп мына жалғыз яны немесе мына недегі ара дегендегі жалғыз аны келесі жолға тастап кете алмаймыз, сондықтан бізде дұрыс жауап мынау болды, иә? Қария және орфоэпия бойынша дұрыс жазылған. Орфография емес, орфоэпиялық заңдылық бойынша дұрыс жазылған сөзді көрсет дейді. Иә, бұл жерде қандай? Яғни айтылу бойынша жазу. Иә? Бірінші еріндік дыбыстар өзінен кейінгі еріндік қылып алды. Былай болды. Негізі жазылу дүрбелең, иә? Былай жазылады, иә? Орфографиялық норма бойынша. Енді бізде бар еді мына бірінші буындағы еріндік дауыстының өзінен кейінгілерге әсер етуі. Яғни мына екеуі де өзгеру керек. Қалай өзгереді? Дүрбелең. Дүрбелең болады. Мына болып жатқан дүрбелеңді шешу үшін деп, яғни дүрбелең деп соңғы е өзгермей қалмайды. Екеуі де бірдей қатар не істейді? Өзгеруі керек. Сонда дұрыс жауап бізде мынау дүрбелең деген жауап болады екен. Эфемизм бар сөйлемді табыңыздар. Ол жігіттің аздап қосып айтатын әдеті бар екенін білетінмін деген. Жақсы, қосып айту, яғни ана өтірік айтады, ол деген не деуші еді, тағы артық. Иә, соны қосып айтады деп айтады, иә, қосып. Яғни бұл жерде не істеп тұр? Ана өтірікші деп бетіне былш еткізбей, соны кішкене сыпайы түрде не істейді екен? Сыпайы түрде жеткізу қадағаланады екен. Жақсы, бастауыш қызметіндегі мезгіл үстеуі қайсысы? Талдайға біріншіден бастап. Ертеңі болады. Жастар не ерне? Жақсы. Жастар, баяндауыш, жастар кім? Елдің ертеңі. Ертеңі не? Кімнің елдің дейміз. Жақсы. Талқы болады екен. Басқа жерде үстеу бар ма? Ешқандай үстеу жоқ, иә? Алыс деген бар, бірақ мынау деген мекен үстеу болады. Көп деген бар, бұл мөлшер үстеу болады. Жолдасы көптің олжасы көп, бұл жерде де көп бар, бірақ бұлар мөлшер үстеу болады. Ал бізге тап деп тұрған мезгіл үстеу, сонда бірақ жауап ертең дегені ғана екен. Жүктеліп келген жүктеу есімдігін анықтаңыз. Ғой деген бола ма, бай? Мен ғой сарыарқадан сені іздеген. Да, менмін ғой. Яғни жүктеу есімдігі мына жерде бізде бар, мен дегені бар, міне жүктеу есімдігі. Одан кейін мен деген мына жерде де бар. Одан кейін мына жерде мен бар, бірақ мына жерде мені деген кімді? Бұл табыс септігінің жалғау жалғанып тұр. Менің дегенде ілік септігінің жалғау жалғанып тұр. Менің дегенде мына жақта да ілік септігінің жалғау жалғанып тұр. Бізде сонда дұрыс жауап менмін. Яғни менмін деп тұр. Сен менсің, ол мен деген сияқты. Яғни мен деген сөзді жүктейтін болсақ былай болады, иә? Мен менмін. Сен менсің. Ол не болады? Мен болады. Сонда мына жерде дұрыс жауап 5-тегі С деген жауап болады екен. Жақсы, кеттік ал. Сөйлемдегі сөздердің байланысу түрлері. Яғни мына жерде байланыстырып көрейік, қандай нелер шығады? Сөз тіркестер шығады. Меңгеру қабысы болады. Шындыққа сенбей, қайсынға сен, сосын рухани мүгедектік деген сөз. Кеттік. Шындыққа сенбеу. Сосын келесі қисынға сену, иә? Иә, сосын рухани мүгедектік. Рухани мүгедектік. Сосын рухани мүгедектікке ұрындырады, иә? Кедергі жасап жатыр. Ал кеттік, осы сөз тіркестерін тез Нұрбақыт талдап жіберіңізші. Так, шындыққа сенбеу етістікті. Етістікті толықтауышты қатынас, жалғау арқылы меңгеру. Етістікті жалғау арқылы меңгеру, толықтауышты қатынас. Жақсы, келесі.
Ол да сондай болады ғой, қисынға сен неге сен. Рухани мүгедектік. Мүгедектік есімді қандай анықтауыш тұратын сөйтіп орын тәртібі қабысу. Орын тәртібі және қабысу. Өте жақсы. Рухани мүгедектікке ұрындырады дегенше. Ұрындырады етістікті. Неге ұрындырады? Бұны так предикатты қылып аламыз ба? Жоқ, неге ұрындырады мүгедектікке? Неге деген сұрақ қойып тұрсыз ғой. Толықтауышты неге ұрындырады? Меңгеру жалғау арқылы. Жақсы. Жалғау арқылы. Сонда бұл жерде бар екен, меңгеру бар екен және қабысу бар екен. Екі жауап, екеуі бірдей, бізде қай жауапта тұр? Меңгеру мен қабысу, ол В деген жауапта. Қалаурайлы етістіктердің қатарын табыңыз дейді. Қалаурай. Бізде қалаурай жасалады, қандай не арқылы? Аймир айтып жіберіңізші қалаурайдың жасалу жолын. Са сосын игі еді деген немен жасалады, сосын яғни сол са семен жасалады көбінесе. Сосын жоға, са се арқылы жасалмайды. Са игі еді арқылы бір-ақ рет жасалады, одан кейін ол са се негізі шартты райды жасайды. Бірақ игі еді қосылған жағдайда ғана бұл не болады? Қалаурай болады. Ойланып көріңіз. Так. Сосын бар ғой, мысалы жазайын, барайын дегендегі бар ғой, соңындағы жазайын, барайын дегендер ол қалаурай ма не? Аймира? Так. Жанерке, қалаурайдың жасалу жолдары. Сасе игі еді, сосын ғайги қайки. Барғай, орындағай, жасағай деп, сосын? Сосын ғг ққ. Жақсы. Апай, кешіп қалдым мен. Жақсы, ештеңе етпейді, мұны аяқ асты ауыстырдық қой. Жақсы. Сонда мына жерде енді осы арқылы жасалып тұрған табайық. Қайсысы бар? Секірсемші деген. Секірсе, мен секірсемші осылай болады деп. Бұл жерде керісінше се деген менің шартты райдың қызметінде тұр. Келмесемші деп бұл жерде шартты рай. Мен келмесемші, сен не істейсің деп шарт тұр. Орналасқым келді. Бұл енді қалаурай болып тұр, бірақ жазайын деген сен жаз, мен жазайын дейді, тамла бұйрық рай болып кетеді. Бұйрық рай болып кетеді. Көріңіз, сіз көріңіз, яғни мен көрейін, сен көр, сіз көріңіз деп бұл да бұйрық рай болып кетеді. Мынау енді қалаурай. Бірақ екеуі де бірдей қалаурай болып тұрған ысырғайсың, міне жасалу жолы ғай, одан кейін игі еді, міне сасе игі еді арқылы жасалып тұрған жауап, сонда бізде дұрыс жауап В болады екен. Ал кеттік сөз тіркестеріне тура тоқтауыш табамыз. Білгенін жасырды, нені білгенін. Білген түбір, білгені оның білгені, тәуелді жалғаудың үшінші жағы Н деген табыс септігі, тура тоқтауыш табыс септігінің сұрағына жауап беру керек. Жақсы. Зат есімнің орнына қолданылып тұрған есімдігі бар сөйлем. Бірінші сөйлемді талдайды Жанерке. Кеттік. Оқыған жетер мұратқа, оқымаған қалар ұятқа деген. Бізде етістігі оқыған жетер дегенде. Оқыған мұратқа жетеді, оқымаған ұятқа қалады деп жазылады. Қалады деп жазып аласыз. Ал кеттік, осындай жағдайда тез-тез ауызша талдап жіберіңіз, сызбай ақ қояйын. Баяндауыш жетеді, мұратқа неге жетеді, толықтауыш болады. Сосын оқыған деген бұл бізде бастауыш болып тұр бұл жерде. Оқыған деген және оқымаған екеуі бастауыш болып тұр, Жақсы, бастауыштың қызмет атқарып тұрған сөз қай сөз табынан? Есімше болып тұр. Есімше, жақсы. Ал тоқтауыш қызметіндегі сөз? Мұратқа деген зат есім. Жақсы. Жақсы. Ал етістіктің қызметін атқарып тұрған? Баяндауыш. Жоқ, сол. Баяндауыштың қызметін атқарып тұрған көсемше. Жақсы, көсемше. Ал жақсы, келесі сөйлем, Нұрбақыт.
Жетімкөлге биыл аққулар оралмады. Оралмаған кім? Аққулар. Қашан? Биыл. Аққулар бастауыш. Биыл мезгіл пысықтауыш. Жетімкөлге қайда? Мекен пысықтауыш. Өте жақсы. Есімдік бар ма? Жоқ, иә? Иә. Жақсы. Келесі Наймира. Бұл сөйлем болады, кейбіреулер дегенше. Кейбіреулер бұл сұрақтан тосылып қалды. Не істеді тосылып қалды? Неден бұл сұрақтан? Шығыс септігі толықтауыш. Сосын кейбіреулер кімдер зат есім болады. Сосын есімдік болады. Жақсы. Үлкендер төрге, кішілер есік жаққа жайғасты бұны соста. Келесі кеттік 10. Айқындауыш мүшеге байланысты қойылған сызықша. Біріншісін қарап алыңыздар, иә? Мен екіншісіне ауыстырамын. Иә. Қазір. Міне. Ойнау, екеу ауысып кетті ғой. Апай, сосын жаңа 9-да бар ғой. Тосылып қалды дегенде. Қалды қалай қалды, тосылып емес па? Или бірыңғай ала саламын? Қай жерде? 9-да сөйлем бар ғой жаңағы. Тосылып қалдыны бірге аласыз. Тосылып қалдыны бірге аласыз. Бұл сұрақтан дегенді бөлек аласыз. Тосылып қалды бірге алынады. Тоқтап қалды деген сөз ғой. Ал кеттік мыналар. Бізге айтып тұр. Оңашаланған жалпы айқындауыш мүшеге байланысты қойылған сызықша. Қай жерде айқындауыш мүшеге байланысты қойылған сызықша бар? Мынау қалған жалғасы. Сызықшаларға мән берейік. Қарап жіберіңіздер. Мына сызықша не үшін қойылып тұр? Нәждегі сызықша. Иә? Жалпылауыш мүше болады ғой, барлығын жинап тұрған. Жалпылауыш болады. Яғни бірыңғай мүшеден кейін, мына бірыңғай мүшенің барлығы келгеннен кейін тас, көмір, мұнай, мұз, жез, қорғасын деген бірыңғай мүшеден кейін не істеп тұр? Соны жинақтау үшін бізде барлығы деген жалпылауыш сөз қолданып тұр. Егер бірыңғай мүшеден кейін жалпылауыш сөз келсе, екеуінің ортасы сызықша қойылады. Жақсы. Шаршаған сонша орнынан тұра алмады. Бұл бізде түсіндірмелі болады. Түсіндірмелі сөйлемге тән, соншалық, сол дегендерден кейін міндетті түрде. Ал үшеуі деп тұр ғой. Жақсы. Яғни Ұлжан, Айғыз, Ділдә дегеннен кейін осы жекелеген бірыңғай мүшелерді не істеп тұр? Бұл біріктіріп тұр, жалпылауыш сөз үшін қойылған не екен? Сызықша екен. Сонда бізде дұрыс жауап қайсы болады? Бізде дұрыс жауап мына алдыңғы сөйлемдегі соңғысы мынау болады. Қалың көпшілік, яғни қалың көпшіліктің кім екенін не түсіндіріп тұр? Ал арбалылар да, салтаттылар да, жаяулар да соның соңынан шұбап барады деп. Яғни қалың көпшіліктің кім екенін не істеді? Түсіндірді. Яғни неге екі жағына сызықша қойылды? Соны айтыңыздаршы. Бірыңғай мүшелер ма? Біріншінде оңашалап тұрған, яғни оңашаланып тұрған, айқындап тұрған мына сөздер сөйлемнің бірыңғай мүшесі болғандықтан екі жағына сызықша қойылды. Егер қалың көпшілік арбалылар соның соңынан шұбап барады десе, бұл бізде не қойылатын еді? Екі жағына үтір қоя салатын еді, егер тек. Жақсы. Кеттік келесі. Қателеріңізді қарап отырыңыздар шамамен белгілеген кездегі. Сөздің сыртқы түрі өзгермей, жаңа мағынаға ие болу арқылы жасалған туынды сөздің жасалу жолы. Лексикалық жолмен жасалған. Қараңыздар, мен сіздерге бағана басында қойған кезде осы сұрақты қойғам. Жалпы сөз жасамдық тәсіл деген нәрсе болады. Сөздер қанша тәсілмен жасалады десе, сөздер 3 түрлі тәсілмен жасалады. Аналитикалық, синтетикалық, лексико-семантикалық. Ал бұлар қалай жасалу? Қалай ойлайсыздар? Естулеріңіз бар ма? 8-ші сыныпта ма содан етті қойым. Анда аналитикалық дегенде бізде сөз қосарлану, тіркесу арқылы жаңа сөз туады. Қараңыздар, бізде сөз жасамдық тәсіл бар, сіздерге келу мүмкін осы нәрсе. Аналитикалық тәсіл деген бар, сөздер біріккен кезде, сөздер қосарланған кезде, сөздер тіркескен кезде, егер жаңа сөз жасалатын болса, жасалады ғой сөзден, мысалы, сан есімге зат есім тіркесіп, бір зат есім жасауы мүмкін деген сияқты. Яғни осы бірігу, қосарлану, тіркесу жолымен жаңа сөз жасалса, ол бізде аналитикалық тәсіл деп аталады.
Ал сөз тудырып жұрнақ жалғану арқылы, яғни жұрнақ арқылы, қосымша арқылы жаңа сөз жасалатын болса, жалпы қосымша арқылы деңіздер, өйткені үстеуде бар бізде жалғау арқылы жасалады. Сонда сол арқылы жасалатын болса, ол бізде синтетикалық тәсіл деп атайды. Мынау қосымша арқылы жаңа сөз жасалса, синтетикалық тәсіл. Аналитикалық тәсіл сөздердің бірігуі, тіркесуі, қосарлануы арқылы жаңа сөз туындаса, ол аналитикалық. Ал лексика-семантикалық тәсіл деген мынау. Яғни лексикалық жолмен сөздің ешқандай жұрнақ жалғауды өзіне қабылдамай, жаңа мағынаға ие болып кете салу. Лексикалық жол деп те келеді, немесе лексика-семантикалық деп те келеді. Сонда мына нәрсені жақсылап есімізге сақтап аламыз, иә. Лексикалық жол деген не десе, мынаны есімізге сақтаймыз, яғни сөздің өзіне ешқандай жұрнақ жалғамай-ақ, дәл тұрған қалыпта жаңа мағынаға ие болып кету, ол лексика-семантикалық тәсіл деп аталады екен. Сонда міне сөздің сыртқы түрі өзгермей, мыналар да өзгереді, олар бірігеді. Басында 4 дыбыс еді, енді 5 дыбыс, 7 дыбыс болып кетуі мүмкін. Немесе алғашында бір 4 дыбыс еді, енді 5 дыбыс болып кетуі мүмкін деген сияқты сонда өзгерістер болады. Ал лексика-семантикалық ондай өзгеріс болмайды екен. Сонда бізде дұрыс жауап қайсы болады? Бізде лексикалық жолмен жасалған туынды сөз болады екен. Қимыл әрекеттің несі айтылмайды? Тек әрекеттің орындалғаны ғана көрінетін етіс түрі. Әрекет орындалады, оны қандай етіс деп атаймыз? Ырықсыз етіс. Ырықсыз деп. Ал енді мына жердегі ырықсыз етіс қалай болады? Үй жиналды, кілем төселді апай. Төселді. Иә, бала киімді, яғни бала не істеді? Өз істеді, бұл өздігі. Қыздар таранды, бұл да өздігі етсе, өздері жасады. Одан кейін қар күресті, бұл ортақ етіс. Хат жазысты, бұл да ортақ. Қар жауды, дауыл соқты, бұл өздігінен болып жатқан іс-әрекет. Яғни бізде мынандай нәрсе көп оқушы осыны түсінбей қалады, апай мына жерде жоқ қой деп. Біліңіздер, кейбір кезде етіс жұрнақ жалғанбайтын сөздер де болады. Сондықтан барлық етіске бірдей етіс жұрнақ жалғана береді екен деп ойламаңыздар. Етісті тек ажыратасыздар, жұрнақтарын жаттап алу арқылы, иә. Өйткені кейбір жағдайда етістікке етіс жұрнақ жалғанбайды да, сіз түсінбей қалуыңыз мүмкін. Сонда жиналды, төселді. Яғни жина дегенге ыл деген арқылы, төсел дегенге, төсе дегенге ылдың жалғану арқылы бізде не ырықсыз етіс жасалып тұр екен. Ал кеттік, амоним табыңыз. Мұнда с болады, бала түс көрді, малшаттан түсті. Жақсы, мына жерде түс деген етістік, ана жерде бала не көрді, түс көрді деп бір зат етің түрінде қолданылып тұр екен. Өте жақсы. Ыңғайласыз, мәнді жалғаулықшылауды көрсетіңіз. Мұнда в айтта тез қайт деген болады. Сен осы нәрсені айтта тез қайт. Мен құлай жаздадым. Бұл жерде жаздадым деген жазда, дым. Одан кейін қыста келеміз, қашан келеміз, қыста мынау деген жат септігі болып тұр. Алда деген бұл бірге жазылатын сөз, сонда бізде дұрыс жауап мынау екен, шылау екенін білдіреді. Ал төл сөздің тыныс белгісінің дұрыс қойыңыз дейді. Маған тыныс белгі қоямыз. Бұл жерде қалай келіп тұр? Төл сөз қалай орналасып тұр? Соған мән берейік. Тырнақша, тыр сызықша апай мында. Жақсы, қараңыздар. Бұл жерде төл сөздің ортасын қақ жарып, не келіп тұр? Төлеу сөз келіп тұр. Төлеу сөз келіп тұр. Автор сөзі келіп тұр, төлеу сөз келіп тұр деген. Сонда тырнақшаны ашамыз. Бүгін маған хат келді деді кішкентай жігіт. Қуанып. Жоқ, мына жерде не ғой, қыздар? Ортасын қақ жарып тұрған. Одан кейін автор сөзі келіп тұр. Хат келді. Одан кейін тырнақшаны жауам, үтір сызықшасын қоям, деді жігіт қуанып дейміз. Бұл осылай аяқтай саламыз. Яғни бұл жерде керекші тыныс белгі тырнақша, үтір және сызықша болады екен. Сонда дұрыс жауап с деген жауап болады екен. Мына жауап дұрыс. Анда білезік. Біріккен сөз. Иә, білек және жүзік. Иә. Талғау деген яғни талғам деп айтқанбыз, иә. Не сіз көйлек киесіз, не шалбар киесіз деп, яғни сіздің таңдауыңызға қарай беріледі деген болатынбыз. Жедел өткен шақ. Асы болады, қойдырдым. Дода, е бар ғой, апай. Иә, қараңыздар, несте елен, е көсемшенің жинағы болатын болса, мына д бұл бізде жүкті жалғау.
сіз еленедім деп айта алмайсыз, мынадан кейін мыны жалғай алмайсыз. Бірақ қойдырдым дегеннен кейін қараңыз, мы жалғанып тұр. Яғни біз айтқанбыз, жіктік жалғаудың үстіне жіктік жалғау жалғанбайды. Егер мы деген жалғанса, ол жедел өткен шақ дегенбіз. Ал егер одан кейін мы жалғанса, жалғана алмаса, ол бізде жіктік жалғаудың өзі дегенбіз. Өйткені жіктік жалғау үстіне, мына жіктік жалғаудың үстіне барып жіктік жалғау жалғанбайды. Сонда бізде дұрыс жауап қайсысы? Қойдырдым деген болады. Қойдыр, дыр, өзгелік етіс, Өзге д жедел өткен шақ, м жіктік жалғаудың бірінші жағы. Жайылма сөйлемді тап дейді. Ар жағындағы неден нұсқада Мына болады. жерде жоқ па? Иә, Жоқ. янда жоқ. Ал кеттік келесі Міне. бетке алсайық, иә. Мгм. Жаңбыр көп жауды. Иә, Иә, жаңбыр. жауған жаңбыр емес, жауды. Жауған не? Жауған жаңбыр. Жаңбыр қалай қанша жауды? жауды дейміз да? Көп деген мөлшерді жауды. білдіріп тұр. Мөлшер пысықтауыш болады екен. Сонда бізде дұрыс жауап осы екен. Сөз аралығындағы кейінді ықпал. Мен жастық шағымда сағындым. Қанығыл Жиылып тұрған деген емес пе? Жиылып тұрған деп. Яғни т деген ға әсер етіп тұр ғой. Қандай жағдайда біз не деп айтып едік? О, ілгерінді ғой. Жоқ, жиылып деп айтпайсыз ғой. Мына п-ға б болу үшін не әсер етті? Аймер айтыңызшы. Мысалы бізде мында жиылып тұрған дегенде біз ана әсер етіп тұр ғой. Бәрібір де сол кейінгі Қатаң әсер ете ала ма? Сөз ғой негізі. Қатаң әсер ете ала ма? Біз былай айтқанбыз, қараңыз, иә. Егер былай келсе, мынаны қазір былай қойып алайын. Мысалы, ала келді дегенді алсақ, мысал ретінде, иә, ала келді деген тоқталайыншы. Мысалы, ала келді деген кезде ықпал болады деп, өйткені ала келді деп айтамыз. Неге? Мына а дыбысы к-ға әсер етті дейміз. Өйткені к тек қана салдырдан тұрады. Осы салдырға а дыбысы өзіндегі үннен кішкене қосып жіберіп еді, мына к-ға айналып кетті дей саламыз. Осылай қарастырамыз. Ана жерде п-ны б-ға айналдыру үшін т не қосып тұр? Т-да ол да қатаң ғой. Екеуі біріне салдыр мен салдыр жанасқан кезде ықпал болады ма? онда жиылып алдым деген айтпасы. Да. Жиылып. Мына негізгісі жиылу. Оған ып шабу деген сияқты айтты емес пе? Сол сияқты жиылу деген ып болып тұра соң, онда не болады? Жиылып болып кетеді. Жақсы, қайсысы болады сонымен? Жастық шағымда сағындан. Шағым сағыным болады, да болады. Иә, ш әсер етеді қ-ға. Ш қ-ға әсер ете ма? Жоқ, анау жиылып алдым деген шағы болып кетіп тұр ғой. Шағы. Жоқ, енді қай дыбыс әсер етіп тұр? Онда Шақ, шағы деген. Қ-ға айналып кетіп. Оның әсерінен. Сіздерге сөз ішіндегі деп тұрған жоқ, міне сөз ішінде жек дегенде тұр. Шағым дегенде. Алдында промида келді ғой, осы Арыстанның промида сағанда. Енді соны талдап отырып па, және соны ашып отырмын. Қайсысы болады? Мен емес пе, апай? Көкелерім-ау, мына екі сөздің аралығында тұрған жоқ па? Жазып алдым. Апай, манадан бері айтып жатқан затым сол ғой. Естімей алдым асында? Жоқ. Жиылып тұрғаныңызды ғана естідік, сол қате екенін айттым, болды. Жоқ, содан кейін мен сізге айттым, жазып алдым деп. Сол шығар деп. А-ның әсерінен мына п дыбысы б-ға айналады, яғни а дыбысы өзіндегі, біз айттық қой, дауысты дыбыс тек қана үннен тұрады деп ше. Өзіндегі үннен кішкене бере салады да, мынаны б-ға айналдырып жібереді, болды. Апай, мен негізі осыны белгілеген маған дұрыс емес деп шықты ғой. Белгілеу кезінде қате кеткен шығар, негізі осы жауап дұрыс. Осы жауап дұрыс. Жақсы. Ендеше бір балыңызды өзіңіз қосып алыңыз, ана тестқа берілгенде қате кетіп қалған шығар. Зат есім орнына қолданылып тұрған есімдігі бар сөйлем. Оп-оңай сияқты. Оған жетерім бар. Кейбіреулер болады, кейбіреулер. Ойбай! Кейбіреулер емес пе? Жақсы, антонимді қатар табыңыз сіздерге. Ілгері,
болады. Иә, жақсы. Меңгеріле байланысқан есімді және есімсіз тіркестен тұратын синтаксис қатынасты анықта. Ал бұны қалай анықтадыңыздар? Иә, былай солай саласыздар ғой. Есімді есімсіз тіркестен тұратын меңгеріле байланысу деген не? Меңгеріле байланысу деген мектепке барды болады, сосын адамға айтты дегенді ала салайық, иә? Немесе мысал ретінде осыны айта салайық. Не істеді? Қайда барды? Мектепке барды. Кімге айтты? Адамға айтты. Жоқ, мына жерде несі бар екен ғой? Екеуі де бірдей болып қалды ғой. Мынаны алып тастайық. Мынау меңгеріле байланысқан етістікті тіркес осы. Одан кейін есімді тіркес қалай болады? Иә? Басыңқы сыңары баяндауыш етістіксіз жасалады ғой. Жақсы. Сонда бұл қайсысы болады? Меңгеріле байланысқан есім және есімсіз тіркестерден тұратын синтаксис қатынасы қайсысы? Пысықтауыштық. Жақсы. Пысықтауыштық. Бола ма? Иә, мен өзім соны беріледім. Пысықтауыштық болады. Пысықтауыштық қатынасы ғой. Етістіктің шартты, қалау және бұйрық райының үшінші жағынан кейін деп көмекші етістігін тіркесу арқылы жасалатын сабақтастың түрі. Мақсат. Мақсат Ол болады. деп деген жалпы екеуінде келеді ғой, себепте и мақсатта. Соның біреу мақсат болады. Мен барайын деп Себепте ол алмадым. неге ғой, үш шақ па сондай тұғын себепте. Иә, сол себебі бұйрық рай, иә? Барсын деп деген. Бұйрық райдікі ғой. Енді бұйрық рай бүйтіп тұр ғой, қараңыздар. Етесу арқылы жасалатын болса деп тұр ғой. Енді мен үшінші жағын алып тұрмын ғой, дұрыс қой. Қараңыздар да. Ойланыңыздар. да. Менше мақсат болатында бәрібір. Негізі мақсат еді ғой. Иә, мақсат. Мақсат беді. Мен оның Мында- жолы емес сияқты. Иә, апай, өйткені себепте үш шақ бойынша жасалады. Сосын деп деген қосылады. Ал мақсатта үш рай бойынша емес па? Мұнда емес, мақсат болмаса, тогда қимылсында емес қой, деймін. Қимылсында себеп ып ғой. О да не Ал қасында ол мынау келмейтін сияқты. Деп деген қосылсын. мақсат Яғни мен Қайсысы? сысы. Мақсат бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлем бар ма бізде? Ай, қыздар-ай, қыздар-ай. Апай, не болып кетті? Ойланыңыздар. қазір апай. Қарамаймыз ешбірден. Шатасып кетті. Шатаспаңыз, ешбір шатасыз, оп-оңай нәрсе ғой. Тек қана ойлану керек. Мұнда бірақ сіздің ана сөйлемнің мағынасына қарасаң қарсылықты сияқты. Соңғысында бара алмады деген жері. Мен соған бір ойланып. Ол барсын деді, бірақ ол бара алмады, болып тұр ма? Жоқ, бірақ. Мақсат қой, қыздар-ау. Апай, Кішкене ойландырса, қатты не кетіп тұр ғой енді. Мынаның бара алмауының себебі жалпы не үшін бара алмады? Ол барсын деп, яғни әу баста мақсаты болды, ол барсын деген үшін бармады. Тоқтауыш қызметінде тұрған сан есім. Ақыл мен мыңды дейді. Қалдықсыз бөлінеді дейді. Дысы болады. Неге? Қайсысы? Дысы болады. Дұрыс, иә. Ақыл мен В мұнда көндіресің нені кімді бірді? Мұнда В болады меніңше. Себебі білмеймін өзім, әйтеуір маған явно В. Мыңды дегенде біз кімді деп қоямыз ғой. Жауап болады негізі. Көндіресің кімді бірді, немен ақырумен, сосын мыңды деген тағы да бізде тоқтауыш болады ғой.
сосын немен ақылмен болады. Менше бұл вмын жерде тоқтауыш сұрап тұр екен ғой. алдасақ бөлінеді, қалай бөлінеді, қалдықсыз бөлінеді. Не жоқ, не жоқ. Алдауыш менше мында бір в, потому что мыңды, бірді дегендер біз тоқтауыш қызметінде тұр ғой. Бір жерде мынандай ғой, бөлінетін алтау, қалай бөлінеді, үшке қалдық. Ол бастауыш бөгеттен да. Бәсе мен осыны белгілегем, дұрыс емес қылды оны да. Мен вны белгіледім әйтеуір өзім. Апай, мен даусым Тура мағыналы сөздер қатысқан сөйлемдер. Ит жүреді, керуен жүреді, с болады. С, сосын F болады, өткір пышақ қол кесер деген. С мен F болады. Жақсы, тәрбиенің басында тіл тұрмайды. Хан халықтың қазығы, қанды бар қазық қылып қақпаймыз. Ит дүниені қызықтама, дүниенің ит түрі болмайды. Сөз ойдың суретін сөз қылып айта алмаймыз. Сонда мына екеуі бізде иттің дұрыс суреті, оның міндеті сол ғой. Одан кейінгі нәрсе өткір пышақ қол кесер деген екеуі болады. Үйірлі бастауыш қатысқан сөйлемдер. Е болады, билеті барлар ойын орындана жатыр. Жақсы, сосын басқа жоқ па? Жоқ па басқа? Жоқ, апай, басқа жоқ. Сенімсіздер ме? Дала тіршілігі енді басталды деген не басталды дала тіршілігі? Даланың тіршілігі. Көне сөз. Жоқ, қалғандарында жоқ қой деймін. Жоқ. Уайым кімде бар қасиет. Басқанда жоқ. Дала тіршілігі дегенді бірге алған күннің өзінде де бұл үйірлі болмайды. Болмайды. Үйірлі бар. Күрделі ретінде аласыздар. Сонда бірақ жауап ал кеттік. Тыныс белгісі дұрыс қойылған төл сөзі бар сөйлемдер. Ана, в болады, апай. Атамны қаздатайықшы деді Төлеутай қуанып деген болады. Сосын Сен біздің керейдің балуанына деген. Е болады, Е, В, потом осы екеуі ғана. Осы екеуі ғана. Кеше кездесуге келістік деген жоқ па не? Апай, сол асы болады. Асы. Не жоқ қой? Артық немесе кем тыныс белгі жоқ. Мынау да дұрыс. Ал, сосын қайтып екен? Әсемсің керейдің палуаны деген. Мынау дұрыс емес, В дұрыс емес, қыздар. Ата үтір болмай ма, апай? Үтір болады ғой. Екеуі ғана болады. Сонда? Заттанған түйік етістіктерді көрсетіңіз дейді сіздерге. Қазір, апай, мынаны Атаның илеуіне қыздар қарады. илеу. Неге қыздар илеу? Осы біреу ғана дұрыс болады, апай, енді. Дұрыс па? Жақсы. Құрмаластың түрін анықтаңыз. Ашу кернеген оның бет аузы қыбырлап, Сатылы, көп бағынып сабақтас. Жақсы, мынау көп бағынып сабақтас. Соның ішінде сатылы, өйткені біз ашу кернеген оның бет аузы қыбырлап, отырғандар әрі сөз таластырмады деп айта алмаймын. Қыбырлап денесі қалшылдап кеткендіктен деп бірін сонымен байластырып. Сосын денесі қалшылдап кеткендіктен отырғандар әрі сөз таластырмады дейміз. Сонда дұрыс жауап сатылы, көп бағыныңқы сабақтас болады. Ал енді сәйкестендіру. УБТ-да осылай келеді. Мына жерде бізде не жоқ, УБТ секілді бүйтіп ашып жауып отыратын жоқ. Сонда да қарап жіберіңіздер. Мында мезгілде сәсе жіктік болады, В1 болады, сосын Ғаны гені үшін себептікі болады. Ғаны гені үшін ол себептікі, сосын У үшін деген тоже себептікі. Неге себептік сонда? Мақсат осылай ғана. В1, ойбай, В1. А1 В үш емес па? Дұрыс жауап қайтты? Жақсы. Ал, төл сөзге байланысты тыныс белгілерді орналастырыңыз. Төл сөз, автор сөз. Төл сөз, автор сөзінен бұрын дегенде бізде сызықша мұны. Тырнақша емес па?
абай Сызнақ мына бұл жерде төлсөз тамаша боялынады ғой. иә сызықша ғой ол. Сызықша, ада сызықша. Автор сөзі төл сөзден бұрын болса, онда қос нүкте қойылады. Сөзі төл сөзден қос нүкте болады. бір В4 болады. Бір В4. Төл сөз автор сөзінен бұрын келсе, сонымен қойылатын кейіпкерді қайтты. Өтірлік. Сызықша болу керек. Сызықша. Автор А2 сөзі төл сөзден бұрын келсе болса, қос нүкте болады. Сонда А2 В4 деген жауап мынау. Жақсы кеттік. Кірме сөздерді сәйкестендіріңіз. Мен орыс дегенде қазір. Облыс деген облыс болып кетеді ғой орыстарда. Аха. Орысқа кіріп кетеді, иә, бір В болады. Деп ойлайсыздар ма? H1 болады апай. В вариант. Қайсысы болады? Арабтарды Мен В вариант дедім өзім осы. Иә, дұрыс. Жақсы, яғни облыс деген орыстан енген, мынау А3 дәптер деген араб парсы. Біз айтып едік қой, ғылым білімге байланысты, оқуға байланысты. Кез келген нәрсе осы араб парсылардан енген екен. Өте жақсы. Кеттік келесіге. Келесі бізде болады. 39-шы сұрақ. Онан талдау жіберейік апай. Талдап жіберіңіздер, ал кет. Ескіге жаңа өлшеуіш. Бірінші өлшеуіш деген бізде не болады? Кешен талдайым. Өлшеуіш бізде баяндауыш. Кімге ескіге тоқтауыш, сосын қандай жаңа, ол бізде анықтауыш болады. Сосын келесі ойдың әдемісін айт. Айт ол бізде баяндауыш. Кім сен айт деген жасырын тұр. Әдемісін ол бізде тоқтауыш. Ненің ойдың ол бізде анықтауыш болады. Сосын бізде енді жаңа былай болады ғой. Біріншісі бізде баяндауыш, анасы өлшеуіш, қайда ескіге. Біріншісі тоқтауыш, анықтауыш, баяндауыш, яғни А2 болады. Сосын ойдың әдемісін айт дегенде бізде айт баяндауыш, нені тоқтауыш и анықтауыш. В4 болады. А2 В4 болады. Бәріңізде солай ма? Иә. Жақсы, сөйлемнің соңындағы кез келген сөз баяндауыш болады. Сонда өлшеуіш, міне баяндауыш, өлшеуіш, қандай өлшеуіш, жаңа өлшеуіш, анықтауыш, кімге, ескіге, бұл бізде тоқтауыш болады екен. Айтатын кім, айтатын бастауыш жасырын тұр. Менің ойдың дейді да, яғни мына жерде баяндауыш, былай ғой, тоқтауыш, анықтауыш, баяндауыш. Тоқтауыш, анықтауыш, баяндауыш бұл екі. А2, сосын анықтауыш, тоқтауыш, баяндауыш. Сол болады. Сонда А2, В4 деген жауап бізде дұрыс болады екен. Өте жақсы қыздар. Ықпал түрлерін анықтаңыз. Ал Мұнда мен келдім дегенде мен келдім болып кетеді, бұл бізде кейінді болады, мен келдім. Ала кел деген. Алгел болады бұлда. Ала кел, Бұл бізде кейінді болады. Ал көк алма деген кейінді болады. Көк алма кейін. Сонда кейінді ала кел деген ілгерінде, иә? Аның әсерінен К-дыбысы Г-ға айналды. Көк алмада кезінде А, К-ға әсер етеді, көк алма деп айтады. Оң қошқар деген, бұл бізде тоғыспалы. Оң қошқар мен келдім дегенде де мынау Г-ға айналып кетеді, мынау Г-ға айналып кетеді. Екеуі де тоғыспалы. Сонда бізде дұрыс жауап кейінді ықпал 3, А3, В2. А3, В2, сонда жауап Д болады екен. Түсінікті ма? Қанын көрдіңіздер ма? Деңгейлеріңізді? Иә, көрдік. Сұрақ бар ма, қоятын маған? Әлі бізде 10 минуттай уақыт бар. Сұрақтарыңыз болса, қойып сұрайтындарыңыз болса, тез сұрап алыңыздар. Апай, мен осылай бердім. Мен тоже көп қателер болған жоқ. Только менде тарихтан кішкене кеттім, эмоциялықтан. Қандарында әдебиет оңай. Иә. Әдебиет сұрақтарын мен құрамайын, сол үшін әдебиет сұрақтарын білмеймін енді әзірге. Бірақ сонда да барынша шеше беріңіздер. 20 күні қаңтар ұбт-ға тіркелу басталады. Сіздерде 16, 17, 18 3 күн демалыс.
Бірақ сіздердің ол күнгі сабақтарыңыз тек сенбі күнгі сабақтарыңыз ғана сол күнге түседі екен. Қалған сабақтарыңыздың барлығы болады. 16, 17, 18. Жақсы ма? Қосымша сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Кім не сұрайды, кімде қандай сұрақ бар? Сұрақ жоқ апай. Менде. Бәрі түсінікті ма? Иә, мен пока нетіп жатырмын. Қайтадан басынан бастап қайталап, күніне бір тақырыптан қайтадан меңгеріп жатырмын. Басынан бастап. Мен Негізі әдебиетті сұрақтарыңыз болса сұраңыздар. Жақсы, өте жақсы. Деңгейлеріңіз жаман емес, қыздар. Қаңтар ұбт-сына дейін шамамен енді матсауаттылыққа сындардың білмеймін, бірақ қазақ тілін толық аяқтау, әдебиетті шамамен аяқтап қою ол үлкен жетістік. Енді сіздерге мен білемін, мен бітіріп тастадым демей, ары қарай тек жұмыс істеу керек. Яғни тоқтатып тастауға болмайды дайындықты. Керісінше, бұдан да көбірек жұмыс істеу керек. Қайталай беру керек та, толық практика жасай беріңіз. Бөліп тастаңыз тақырыпты. Күніне жаңағы мархабат айтқандай бір тақырыптан ең құрмағанда қайталап отыратын болсаңыздар, сіздер көп нәрсені емін-еркін меңгеріп аласыздар. Қайталамасаңыздар, білем деген нәрселеріңізді ұбт-ға дейін ұмытып қаласыздар. Сонда сөйлем талдап отырыңыздар, күніне 5 сөйлем. Одан кейін қайталау жасап отырыңыздар күніне бір тақырыпқа. Сөйтіп жүрсеңіздер, негізгі ұбт-ға 100% дайын болып емін-еркін кіре аласыздар. Қазір дайын болып алдыңыздар, сіздер қаңтардан кейін кішкене оймен шығасыздар. Маған енді былай дайындық жасау керек екен деп. Наурызда ақын жазушылардың мысалы өмірбаяны қосылып қалса, сіз уже анаған дайынсыз да шығармаға. Сіз наурызда енді ақындардың өмірбаянына дайындала салам деп мамыр айына дейін соны жаттап аласыз деген секілді. Өзгеріс енгізіліп жатса. Сондықтан бұрынғы былтырғы дүниеге дайын болсаңыздар, сіз биылғы өзгеріске анау наурызда, қаңтарда шамамен нете саласыздар. Дайындала саласыздар. Сіздер қаңтардан наурыздан шыққан кезде, мынаны былай өзгертуім керек екен, маған мына нәрсеге көбірек дайындық жасау керек екен деген оймен шығасыздар. Сондықтан сіздерге ескерту, барынша дайындықты тоқтатпаймыз. Қазақ тілі болсын, әдебиет болсын, қайталай береміз. Әр тапқан нұсқаларыңыз болсын, талдаған қыздармен бөлісіңіздер, талдап тастаңыздар, жұптық жасап жатса сұраңыздар, тоқтауыш, анықтауыш дегенді әлі түсінбей жүргендер болса, оны сұрап алыңыздар. Жақсы ма? Иә. Жарайды. Сосын бізде ана нұсқаларда әдебиеттен көбінесе кеше Қорқалдың ойдым қара сөз келді да, бізде сонда қара сөз оқу керек, қара сөз келеді ғой, жалпы келе ме? Абайдың жоқ. Абайдың тақырыпқа көп тоқталған жоқпыз. Мынандай нәрсе. Абайдың қай қара сөзінде не айтылады? Өзі мектеп оқуында берген 6 қара сөзі бар. Сол 6 қара сөзді бір оқып аласыздар. Болды, жеткілікті. 45 қара сөзді оқудың міндеті жоқ, керегі жоқ. Тек қана Абайдың мектеп оқуында берген 6 қара сөзі бар. 6 сыныпта бар, біз 6-ға келген жоқпыз. Соларды өтеміз, оларға кәдімгі бір былай тоқталып өтеміз. 6 қара сөзінде не айтылған деген нәрсеге. Кеше мен қара сөзге келсем онда бүгін таңертең тұра сап, 45 қара сөздің кітабы болған ғой. Оқып отырмын, қателесіп қалдым мен деп. Мен не жіберейін? Нақты қай қара сөздер мектеп оқуында бар, соны жіберейін. Соларды оқып кәдімгі менің не екенін, қанша түрлі себеп бар, немесе мына нәрсені ұмытуға 6 түрлі дүние бар дегендерін жаттап бірінен кейін бірі дайындалып алсаңыздар, ол түсінікті болады. Иә, апай. Басқа қыздар, әлі 7-8 минут уақыт бар. Қандай сұрақ бар? Тез қойып жіберіңіздер. Апай, әдебиеттен созылады ғой, дайындықтыңыз? Бұйыртса, иә. Қаңтарда да дайындық жасаймыз. Қолденерді оқимыз ба әдебиеттен? Жақсы ет қолденерді оқимыз ба әдебиеттен? Оған келеміз, 5-ші сынып қой. Ол 5-ші сынып. Ыбырай Алтынсарин, Қыпшақ Сейітқұл, Атымтай Жомарт дүние қалай сен табады. Үшеуі де шағын әңгіме. Оған келеміз 5-ші сыныпта. Оған тоқталамыз міндетті түрде. Сұрақ болды ма не оған байланысты? Жоқ, болған жоқ. Мен просто нелердің басынан бастап әдебиетті оқығанмын ғой, 5-тен бастап. Қашан Иә. Жақсы. 7 бітті шамамен. Енді 6-ға көшеміз. 6-ның негізгі шығармаларын талдаймыз. Сосын ең соңынан барып қалған шығармаларды біріктіріп өтеміз. Өйткені ол жерде өлеңдерді, кейбір біріктіруге келмейтін тақырыптарды немесе көлемділерді мен тастап кетіп отырдым да арасынан. Осы күнге дейін өткен тақырыптардан. Оларды біріктіріп өтеміз. Тар кезең дегендері қалды ғой. Иә, ол тар кезең күрделі, соны өтеміз. Тағдырды өттік, біз шатаспасам. Тағдыр, енше тар кезеңді өтеміз. Сондай күрделі үлкен тар кезең өзі 600 бет. Енді сіздерге қысқартылған форматта түсіндіру үшін де, оның ішінде еткен тарихи оқиғада кейіпкер көп өте. Сондықтан оны талдаймыз. Сосын Абай жолын оқыңыздар міндетті түрде қайталап. Сол, қыздар, басқа сұрақ бар ма маған қоятын? Айтатындарыңыз бар ма?
Жоқ, апай. Жауап. Жақсы. Ендеше сұрақтарыңыз болмаса, сабақты аяқтайық, иә? Келесі сабақта кездескенше, келесі сабақ бізде қай күні? Жұма, иә? Жұма күні. Ертең әдебиет. Ертең әдебиет, ал жұма күні қазақ тілі болады. Қазақ тілінде сіздер білмейді, анықтап береді екен. Жақсы, ертең әдебиетте кездескенше. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Сөйтіп қайталаңыздар. Қазақ тілін 5-тен бастап 11-ге, 11 емес, 9-ға дейінгі қазақ тілін толық тақырыптар бойынша бір-бір қайталап шығыңыздар. Сосын ортасында сұрақ туындаса, түсінбей қалған дүниелеріңіз болса, келесі сабаққа жазып алып келіңіздер. Жақсы ма? Жақсы, апай. Жақсы қыздар, енді аман болыңыздар, сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше. Сау болыңыз, апай. Сау болыңыз.